Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы жоғары аграрлық техникалық колледждің 85 жылдық тарихы бар. Ең алғаш Орал агрозоотехникумы болып ашылған білім ордасы кейін бірнеше рет қайта құрылып, қазіргі таңда өңірдегі кәсіптік техникалық мамандар даярлайтын іргелі оқу орнына айналды. Кәсіптік техникалық бағыттағы колледждің 4 негізгі бөлімінде 17 түрлі мамандық иелері оқытылады. Әр бөлім заманауи материалдық базамен жабдықталған, оқытудың озық технологияларын басшылыққа алады. 2000-ға жуық студентке 160-тан аса тәжірибелі оқытушылар білім береді. Колледж басшылығы оқыту сапасының артуы, бәсекеге қабілетті мамандар даярлаудың кепілі, оқытушылардың біліктілігін заманға сай арттырып отыру деп есептейді. Сапалы білімге қол жеткізу үшін негізгі бағыт педагогикалық құрамның жақсы деңгейде жетілуі, тәжірибенің өтуі. Жұмысқа алған мақсаттардың бірі бұл әрбір бағыт бойынша құрылыс, мұнай саласы, ауыл шаруашылығы салалары бойынша өздерінің тәлімгерліктен өндірісте өткізу, немесе шетелден тәлімгерлік өткізу. Күні бүгінге көптеген халықаралық мемлекеттерде, соның ішінде Малайзия Азияда, Сингапурда, Англияда, Финляндияда, Беларусь елінде, Ресей Федерациясында көптеген мұғалімдеріміз тәлімгерліктен өтіп келді. Кәсіптік техникалық бағытқа бейімделгендіктен білім беруде теория мен практиканы белсенді ұштастырып келеді. Жемісті жүзеге асқан оқыту технологиясының бірі 2012-2013 жылдары эксперименталдық алаңнан басталып, нәтижелі енгізілген дуалды оқыту. Дуалды оқыту дегеніміз білімнің теориялық бөлімі білім беру ұйымының өзінде, ал практикалық бөлімі өндіріс орнында берілетін оқыту түрі. Қазіргі таңда аталмыш оқу технологиясымен 19 топ білім алуда. Колледж өзінің 40-тан аса әлеуметтік серіктес мекемелерімен келісе отырып, студенттердің практикалық дағдыларды игеруіне жағдай жасауда. Міне біздің лабораторияға осы Орал қаласы агро колледжінің студенттері тәжірибе алмасуға келіп жатыр. Міне жас мамандар ертең болашақта осы инженер мамандығын алып шығып, осындай құрылыс мамандығын игеретін жастар, біздерге осындай жастарды көбірек тәжірибе алмасуға келіп тұрған жақсы. Ертең олар 3 жылдан кейін осы оқу орнын бітіреді. Сонда олар уже өздерінің мамандықтарымен қатар және осындай тәжірибе алып шығады. Студенттерінің мамандығы бойынша келешекте сұранысқа ие кәсіп иесі болуын басты негізге алатын колледж биылғы оқу жылынан бастап модульдік оқытуды енгізді. Бұл оқыту түрі елбасының әр азаматтың алғашқы техникалық білімді тегін алу, жұмысшы мамандықтарының әлеуетін арттыру сынды тапсырмаларын орындауға мүмкіндік береді. Бұл уақытта техникалық және кәсіптік білім саласы ұстаздардан үлкен бір жаңашылықты, өзгерістікті талап етіп отыр. Осы орайда 2011 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев акционерлік емес ашық қоғам кәсіпқор холдингін құрған болатын. Бұл холдингтің құру мақсаты жаңағы техникалық және кәсіптік білім саласына үлкен өзгерістер енгізу болып табылады. Осыған байланысты жұмыс берушілердің талаптарына сай, шетелдік серіктестермен бірге отырып, кәсіпқор холдингі жаңартылған оқу бағдарламаларын модульдік құзыреттілік тәсілдемеге сене отырып құрастырған болатын. Құзыреттілік тәсіл дегеніміз не екеніне тоқталып кететін болсақ, бұл өте ыңғайлы тәсіл болып табылады, себебі бұл жұмыс берушінің сұранысына орай бірнеше біліктілікті алып шығатын маман даярлау болып табылады. Модульдік оқыту бойынша біліктілік алу 3 айдан 10 ай мерзімге дейін созылуы мүмкін. Бұл мамандықтың оқу бағдарламасына сәйкес құрылады. Әр модульді оқып болған студент арнайы емтихан тапсырып, өз білімі мен білігін дәлелдеуі тиіс. Біліктілік берілгеннен кейін таңдау студенттің өз еркінде, ол өндіріске барып қызмет ете алады немесе келесі модульді игеруге көшеді. Тіпті арасына үзіліс салып та оқуға болады. Құрылысшы мамандығында оқимын. Құрылысшы мамандығында оқимын. Біздің колледж осылай үнемі құрылыс мекемелеріне апарып, тек қана теориялық білім берумен қатар шектелмей, сонымен қатар бізге практикалық білім береді. Қазір оқыту процесінде модульдік оқыту бағдарламасы қолданылады. Модульді аяқтаған сайын бір жұмысшы мамандығын алып шығамыз.
Қашанда жас ұрпаққа жаңаша білім беруде жанын салып еңбек ететін білім ошағы әрқашан жаңалыққа ұмтыла береді. Колледж алдағы оқу жылында әлемдік озық білім ордаларында кеңінен қолданылатын BIM технологиясын енгізу процесін елімізде тұңғыш болып бастамақ. Қазіргі таңда арнайы кабинет жабдықталып, оқытушылар шетелден біліктілік арттырып, тағы бір оқыту жаңалығын енгізуге сақадай сай отыр. Оқушылардың білімдерін жаңарту мақсатында біздер оқытушылар өздеріміздің де біліктіліктерімізді арттырудамыз. Осы жаңалықта біз Финляндия еліне, озық елдердің біріне барған болатынбыз, өз білімдерімізді жетілдірдік. Біз Финляндия елінде BIM технология бойынша білім алдық, дәріс алдық. BIM технология бұнда енді техникалық мамандықтарға жақын, бұнда жобалау бойынша біз егер жоба кезінде оны біз көре алмайтын болсақ, 3D форматында біз оны деген кәдімгі жобаланып жатқан ғимараттың ішіне кіріп, жарында, ішіндегі жиһазында, бәрінде ішіне көруге болады. Демек, BIM технологиясымен оқыту арқылы келешекте еліміздегі құрылыстарды жобалау саласында нағыз бәсекеге қабілетті жаңа дәуір мамандары даярланбақ. Бұл әсіресе цифрландыру қарқынды жүргізіліп жатқан біздің еліміз үшін маңызды әрі пайдалы болмақ. Цифрландыру демекші, бұл сала бойынша да білім ордасы жүйелі жұмыстарды жолға қойған. Талапқа сай ақпараттық технологиялық базамен жабдықталған кабинеттер мен интернет желісіне еркін қолжетімділік бар. Колледждің алдағы даму жоспарында Платонус бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізу, ақылды кітапхана қызметін жүзеге асыру, басқа да заманауи цифрлық технологияларды оңтайлы пайдалануды көздейтін айқын мақсаттар бар. Осылайша заманауи білім берудің бірнеше тетіктерін тәжірибеде қолданып, тиімділігін студенттерінің жұмыспен қамтылуы, өндірісте сұранысқа ие болуынан көріп отырған колледж әр жылын жарқын жетістіктермен толықтырып келеді. Сөзіміздің дәлелі, соңғы 3 жылда колледждің үздік әлеуметтік серіктес, үздік колледж, үздік әдістемелік идеялар, үздік педагог, үздік кітапхана секілді іргелі байқауларда көш басында тұрып, жеңіске жетуі. Алайда колледж ұжымы бұл жетістіктермен тоқтап қалмай, миссиясына сай табысты қызмет етуін жалғастыра бермек.